Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде влогтаймыз, челлендждаймыз. Бүгін бізде пранк болады. Мен бүгін өзім отбасыма пранк жасаймын. Және бұл пранкта менің әжем, інім, екі інім и бір сіңілім қатысады. 4 адамға пранк жасаймын. Естіп қоймау үшін сөйлеп тұрмын. Яғни мен бұл пранкта өзімнің отбасыма, почти бүкіл отбасыма пранк жасаймын. Мен бұл пранктарды еще алдын ала айтып қояйын, блогерлерден көрдім. Так что тыныш. То есть американский блогерлерден көрдім. Солардан алдым. Бүгін соғаннан видеомызды сіздер лайк басып келуді ұмытпаңыздар. Ал біз видеомызды көп сөзбей бастаймыз. Кеттік. Достар, мен осы видеода інілеріме және әжеме және сіңіліме пранк жасайтын боламын. Мен бұл пранктарды американстардан көрдім, тиктоктан көрдім, және де ютубтардан көрдім. Бұл пранктардың өте қызықтығы маған қатты ұнады. Және де бұл пранкты не үшін түсірдім? Себебі көбісіне ұнайтын болғандықтан осы форматтағы видеоны түсірейін деп шештім. Надеюсь, реально сіздерге ұнайды. Мен өзіме басқалардың пранктары қатты ұнады, шыны керек айтқанда. Сіздерге де ұнайтын шығар енді. Ал сіздер лайк басып келуді ұмытпаңыздар. Бізде қазір 6 блогерлердің, яғни YouTube блогерлердің арасында батыл болып жатыр. Мені жеңу үшін, егер де мені жеңгенді қаласаңыздар, сіздер мені жақсылап тұрып қолдасаңыздар, соны сұраймын. Соны ғана сұраймын. Және де мен өзімнің ғана ойымша, мен жеңетін сияқтымын. Егер сіздер мені қолдап сөйтіп жатсаңыздар, қолдап жатқан адамдарға көп рахмет айтамын. Барлықтарыңызға алғыс айтамын. Сіздер прям лучшысыздар ғой. Мен қазір пранкты екінші ініме жасаймын, яғни кіші ініме жасаймын. Қазір бір нәрсе әкелемін, соны жасаймыз. Мына қағазды қарадым ғой, мына қағазға. Қазір мен осыған бір действиелер істеймін, соны қайталайсың, түсіндің бе? Oh my god! Wow! Vamos ao autor. Әжем, қараңыз, менде үш қағаз бар, Мен сіздің қазір ойыңызды оқимын. Қалай да болсын. Менде үш қағаз бар, Сізге қазір 3 сұрақ қоямын. Сіз соған жауап беруіңіз керек, яғни ойыңызды ойлап тұрасыз, мен сізге жауабын айтыңыз десем, жауабын айтасыз. Түсініңіз бе? Давайте. Бір еркек адамның или әйел адамның атын ойлаңыз. Әйел адамның или еркек адамның атын айтпаңыз, әже, айтпау керек. Басқаны ойлаңыз еді. Ойладыңыз, айтпаңыз, Айтпаңыз. Айтпаңыз, Так, мен жаздым. Мынаны енді ашпай тұрыңыз. Ұстап тұрыңыз, бірақ ашпаңыз, түсініңіз, Ашуға болмайды. Жарай ма? Енді сол адамның атын айтыңыз. Еркек адамның ба? Әйел адамның. Айттым ғой. Әйел адам ба, или еркек адамның ба? Еркекті болып айтылды. Айтыңыз, кім? Аты. Айтпа деді ғой сансыз. Айту керек қой, жауабын айтыңыз десең, айту керек қой. Кім? Сансызбай. Енді маған сіз бірден 1000-ға дейін санын ойлаңыз, айтпаңыз. Не сан ойлаймын? Бұл енді қиын болады. Не сан ойлаймын? Білмеймін. 88 керегі жоқ, 99 керегі жоқ. Ойланыңыз, Айтпаңыз. Ойланыңыз, Мен де жаздым.
ұстаңыз мені. Сан бар мұнда. Енді айтыңыз маған жауабын. Санның жауабын айтыңыз. 10 санды ма? 1000-ға дейін, 1-ден 1000-ға дейін деген санды айтыңыз біреу. Қайсы санды ойладыңыз? 2000. 2000? Одан аспау керек. Onda. 10 san. Аспау керек. 1000-дан аспау керек. Ben de 10 koyayım. 1000 салайын ба? 10. 1000 ойладыңыз, ә? Енді стрелка ойладыңыз. Айтпаңыз маған. Ойладыңыз ба? Енді айтыңыз. Әкеліңіз. Стрелканы айтыңыз маған. Қай жаққа ойладыңыз? Ha? Стрелканы қай жаққа? 10 жақта да. Оң? Енді қараңыз. Стрелка бізде оң жаққа. Оң жаққа. Стрелка оң жаққа. Енді ат. Есімді айттыңыз, ә? Есім Сансызбай. Сансызбай. Ойладыңыз, ә? Енді сан, ә? Сан. 1000. 1000. Түсіндіңіз бе? Ойыңызды оқып қойдым ғой мен. Ойыңызды оқыдым. Түсіндіңіз бе? Мен балықшымын. Bak, son ne dedim oy? Ойыңызды оқыдым ғой. Canım. Түсіндіңіз бе? Canım. Әже түсінбеді. Пранк удался. Короче, әжем алданды. Пранк удался. Енді қара. Мен қазына қолымдағын қолыма жасырам тауып көрем, а? Қайсы қолымда деймін, е? Қайсы қолымда? Қайсы қолымда? Тыңда. Мынау ма? Мынау. Тыңда. Мынау. Тыңда. Тыңдасың ба? Әкелген. Тыңда. Тыңда. Қайсысы? О, дұрыс. Ура! Дұрыс. Қайтадан денеміз. Тыңда. О, дұрыс. Молодец. Короче, менде мындай iPhone 15 Pro'ның, яғни мен телефонның упаковкасы бар, коробкасы. И осыған біз губкасы аламыз. Бұл енді уже менің інім, ең бірінші інімнің ініме дейін пранкам болады. Қызық болады. Жаным, сыйнам. Қағазын алсыз. Осының ішіне қазір бітіп қосып қоямыз да. И тастаймыз. Қаз келген соң осының реакциясын көреміз. Қаз ернір келеді. Айфон болса екен. Ой, кешір. Қатты жым көзіңді. Берге бер. Былай тұр. Былай тұрса енді. Шорты алып берсе. Тұрса былай. Көзіңді ашпа, никак ашпа. 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 Бір, екі, үш, аш. Көрсе. Өтірік айтпа, Жанин. Шын. Өтірік айтпа. Шын көрсе. Білдім ғой, осы скотчтан. Менікі ғой. Менікі. Ой, Банального пранк. Пранк! Осымен мен видеомды аяқтаймын. Сіздерге қайсы форматта видеом ұнады, осыны комментария жазып кетіңіздер. Және де мен бүгін бақандай 4 адамға пранк жасадым. 2 ініме, бақандай 2 ініме жасадым. Және де сіңілме, және әжеме жасадым. Қайсының реакциялары ұнады, комментария жазыңыздар. Және де қайсы форматта видео түсіргенімді қалайсыздар, оны да комментария жазыңыздар. Өздеріңіздің идеяларыңызды
жазып кетіңіздер. Және де мен осы видеомды аяқтаймын. Сіздер лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал мен видеомды аяқтаймын. Қош сау болыңыздар. Пока-пока.